олар мылтықпен келеді екен, пышақпен келетінін білгенімде, мен үйімде отырып бірінші жедел жәрдем шақырып милицияға хабарлар едім. Ондай ой болмағанына байланысты мен келдім, өзім келдім. Ол жерде бір адамды ұрды ғой ол. Ана кешеде адвокат айтып жатыр ғой, ол баланы, олардың барлықтарын не қылу үшін жағы за хулиганствомен жіберді дегенге біз қарсы болғанымызға, ол Шерзат деген баланы 9 адам пышақтаған жоқ қой деп тұр. Ана кісі қорғаушысы солай деді ғой. Сот отырысында жоқ, осы жерде болды сөз. Мен сол сөзді өзім көзіммен көріп, ана кісінің берген интервьюсына бұл айтып тұрмын. Құрметті жәбірленуші, ол басқа жерде сөйлеген сөздері назарға алмауларыңызды сұраймын. Тек қана осы сот отырысында не деп айтылды, соны ғана талқылаймыз біз сот отырысында. Жақсы, рахмет. Жалғастыра беріңіз. Содан келдім, Шерзат таппадым, көрдім беді. Сол деп жолды кесіп өткен бойымда ана балдар тұрған балдар жүгіріп кетті. Шерзатты көріп қалды олар сол кезде. Жүгіріп бара жатқан кезде, ай балдар деп алдынан шыққан кезімде, көк спортивкада Абзал мен бар күшімен деп тартып жіберген кезде мен салмаға қарап, былай бажордан ары қарап, қолымда телефоным ұшып жерге құлап қалдым. Оның Абзал екен, Нұрғанат айтты, мама, Абзал ғой сізді деді. Ол Нұрғанат балдардың бәрін бір қайтара танитын адам еді. Соның үшін ол Нұрғанаттың ажалына да осы балдар себепші болды. Себебі беттестіру кезінде Нұрғанат келіп айтты маған, мама, олар құмырсқаны басып кеткен адам сияқты да көріп отқан жоқ. Нұрқияс айтты, олай болатын болса, уақыт көрсетеді.